хозяйка осы галереи, осы хозяйка, она хозяйка этой галереи, очень смелая, храбрая, которая согласилась провести эту выставку. Спасибо, Евгения, большое. Да. Еще хотела поблагодарить нашего Асхата Ахмедьярова. Я хочу именно начать с него, потому что мы правозащитники, мы мало что понимаем в современном искусстве. И, конечно, то, что сегодня сделана работа, это сделана полностью работа Асхатом. Мы были помощниками, мы помогали как могли, значит, смотрели юридическую сторону, да, творчество, красота, значит, метафора, как говорится, современное искусство, это все сделано Асхатом Ахмедьяровым. Мы ему очень-очень благодарны и за то, что он нам помогал, все авторское право всех экспонатов, которые мы сегодня выставляем, принадлежат Асхату. Естеліктің ұзындығы дейді. Ну, длина памяти дейді. Қазақша қалай болады? Длина памяти. Вот, ол несі, үш мәселеден етеді да құрастырылған ол образды. Мынау ОМОНның несі, формасы, өзім киген. Сосын мойында иттің ошейнигі болды. Оған бірнеше жіп, ұзын жіп, әрқайсысы бір 7-8 метр, 10 метрден. Соған сүйектер байладым. Кәдімгі ірі малдың сүйектері. Вот. Сол онымен не білдірейін деген, 30 жылда бізде болыватқан жаңа тарихымызда небір қиын жағдайлар болды. Жаңа өзен болды, желтоқсан, қаңтар кеше ғана болған. Сол бітпей жатқан неміз біздің, қалай десем, біздің травмаларымызда бітпей жатқан. Сол сүйек ретінде біз әлі сүйреп келе жатырмыз. Не тастамаймыз, не оны алып жүрейік десек соншама ұзындығы естен кетпейді, соны білдірейін деген бұл. Который был на его костюме ОМОНовском, который олицетворяет нашу власть, да, и на этом ошейнике, который, видите, с углами, тащит 4 кости. И этот путь, видите, он очень-очень длинный, да, и это называется длинная память. Сіздердің алдарыңызда жүздеген портреттер, фотосуреттерді жинау күні бүгінге дейін жалғасуда. Билік кейінгі 2 жыл ішінде қайтыс болғандардың қайғылы қаңтар оқиғаларына кінәлі деп тануды табандылық көрсетуде. Біз оқтарды алу үшін мәйіттерді эксгумациялау және соңынан қорлайтын айыптауларды шығару туралы көптеген жағдайларды білеміз. Әділетсіз соттар тиісті дәлелдерсіз ауыр үкім шығарады. Өлімге байланысты қылмыстық істердің 90% тоқтатылған немесе құпияланған. Билік қайтыс болғандардың үнсіздігін манипуляция мен таңбалау үшін пайдалануда. Біздің фотосуреттер арқылы осы адамдардың шынайы бет-бейнесін көрсетуге тырысамыз. Шынайы портреттерді қарап отырып, прокурорлар мен соттар ұсынған ресми нұсқаға күмән келтіре бастайсыз. Біз жарқын, көңілді, ақылды жүздерді көреміз. Әрбір фотосурет шындықтың жан айқайы, айла амалдар мен ұмыттыруға қарсылық.
Қаңтар, сен жылда келесің, қадалған жүрекке шегесің. Қайда кеттің жастарды, сырыңды қайда көмесің. Үніңді елден жасырып, жастарды ездің басынып. Әкесіз бала, баласыз ана аңырап, жәутеңдеп қалды жасығып. Балалар қалды жетімек, енді олар қалай жетілмек. Қаңтар, сен тағы кетесің, тағдырлар қалды сетінеп. Кәдімгі өрт қалқаны өрттен қорғау символы. Қаңтарда азаптау мен қатыгездіктің құралына айналды. Құтқарудың орнына ол адамдарға азап әкелді. Кезінде оттың сөнуіне байланысты болған бұл қалқан енді қорқыныш пен зорлық-зомбылықты тудыруға қызмет етті. Көшелер шиеленіске толы болған қайғылы күндерде уақытша ұстау изоляторлары мен тергеу изоляторларында полиция қызметкерлері лаңкестерді кез келген жолмен табу үшін адамгершіліктің барлық нормаларын бұза отырып, кінәні мойындату үшін қатыгездік пен азаптауды қолданды. Олар ойланбастан күнделікті тұрмыстық заттарды пайдаланды. Шынжыр, қол кісен, бау, шәйнек, күрек, еден жуу ағаш. Осы заттардың барлығы физикалық қана емес, психологиялық, зорлық-зомбылық символына айналды. Натюрморт, көркем бейнесі кез келген жағдайда азаптауға жол бермеуге және адам құқықтарын қорғауға қажеттілігі туралы пікірталас тудыруға шақырады. Ату жаттығуы кезінде барлығы да ондық нысанның ортасынан дәл тигізуге тырысады. Егер ақ аймаққа тисе, бұл нәтиже сүт болып саналады. Қаңтар 22 кезінде дүкендер жабық болды. Бірақ адамдар қауіп кетерге қарамастан нан алу үшін ашық дүкендерді іздеді. Олар саяси белсенділер емес еді және қақтығысқа да ешқандай қатысы жоқ болатын. Бірақ оқиғалардың құрбаны болды. Осы әлеуметтік маңыздағы екі өнімде, нанда мен сүтте жанжал жасырылған. Ол 22 жылғы қаңтардағы қайғылы оқиғалардан туындаған. Жүйенің дайындықтан өткен сарбаздары нысанға дәл тигізуге ерекше шеберлігі бар адамдар. Олар өздерінің әрекеттерінің бекер болмауы үшін бар күш-жігерін салады. Олар қозғалатын нысаналарды да, нашар көрінетін жағдайда да нысаналарды жоюдағы қабілеттері үшін мадақтау мен мақтауға ие болатыны анық. Каждая из этих фигурок стоит вот эта история жертвы, история гибели. Вот. И в то же время такая отсылка к детским фигуркам из детского садика, да, то есть что еще страшнее. Или возникают вообще смыслы, скажем, дополнительные, может быть, художник их не вкладывал, там, связанные с вот этими тенями, например, которые остаются после атомной бомбардировки, да, то есть здесь все люди погибшие. И вот это, конечно, очень, вот прям все очень страшно, да, то есть как одно ко всему. То есть здесь даже вот комментировать ничего не нужно, и так понятно, что за каждой из этих фигурок стоит. Бұл фотожоба биліктің табиғатты зерттеуі болып табылады. Суретші жүйенің өз әрекеттерін ақтауы үшін мейлі ол өлтіру, зорлық-зомбылық немесе азаптау болсын, ұғымдарды ауыстыруға жүгінетін механизмдерін қарастырады. Шығармада қауымдастық, бауырластық және өзара көмек көрсету сезімдерін манипуляциялау үшін пайдаланған 20 000 террорист туралы миф тақырыбы да қозғалған. Алайда, бұл мифтің астарында жалғандық пен фактілерді бұрмалау жатыр. Бұл жасалған көркем образдарда қиын жағдайдағы жолдастар ретінде Қаңқа мен Амонның өзара әрекеттесуімен ерекшелене көрсетілген. Түрлі позалар мен жағдайлардағы бұл бейнелер 35 жылғы билік пен қоғам арасындағы қарым-қатынасының түрлі аспектілерін көрсетеді. Жолдас алынған кез келген ақпаратты сыни талдауларды ұсынады және көрермендерді көркемдік өрнектің объективті арқылы шындыққа қарауға және маңызды әлеуметтік саяси мәселелер туралы диалогқа шақырады. Полиция – бұл жас жігіттер мен ер адамдарда болатын еріксіз эякуляция құбылысы. Кейде түс көрумен бірге жүреді. Бұл феномен көбіне заманауи өнер суретшілерінің зерттеу нысанына айналған. Олар биліктің символизмін ер адамның қатайған органымен жиі ассоциацияланатын таяқшаға ұқсастыру арқылы ашады.
Мұндай туындылар зорлық-зомбылық тақырыбында баса назар аудартады. Онда таяқша билік пен бақылаудың зорлық-зомбылыққа және тұлғаны деградациялауға ұласады деп ойлауға мәжбүр етеді. 2022 жылғы қаңтар оқиғалары кезінде қауіпсіздік күштері мен мемлекетке қызмет ету мен жыныстық азғындық арасындағы шектен өтті. Полиция қаңтарда таяқшаны зорлық-зомбылық, азаптау және қорлау ретінде пайдаланады. Сюрреалды контекст жасап, таяқшаны биліктің қарапайым атрибутынан билік пен зорлық-зомбылық арасындағы қарым-қатынас туралы ой қозғайтын абстрактылы символға айналдырды. Позиция называется полиция. Это на самом деле обыкновенная дубинка полицейских. Она классическая дубинка, которая имеет в распоряжении все полицейские Казахстана. Асхаб у нас является мастером современного искусства и как художник. И вот эту дубинку он оформил в таком виде, потому что у нас были факты, и это общеизвестные факты, когда такая дубинка используется в качестве насилия и изнасилования задержанных. Селлинджер өзінің «біз жасыратын нәрсе сол ақиқат болып табылады» деген ой толғауында адам табиғаты туралы мәңгілік шындықты атап өтеді. Біздің әрқайсымыздың ішімізде құпия бар. Бұл этикалық нормаларды бұзу, өз денсаулығыңа қатысты шындықты жасыру немесе басқалар алдындағы жеке кінәсін жасыру болуы мүмкін. Қаңтар оқиғасы аясында бұл құпия трагедияның биліктің және қоғам алдындағы жауапкершіліктің бет пердесінің артына жасырылған жұмбақ шындықтың символына айналды. Әлемдік тәжірибелер әрбір мемлекеттік органның өз құпиясының барын, шкафтағы қаңқалары болатынын көрсетіп отыр. Осыны ескере отырып, автор шкаф метафорасын таңдайды. Оны әдетте мемлекеттік органдарда қолданылатын әмбебап металл шкаф түріне нақтылайды. Осы шкафпен биліктің күмәнді әрекеттері мен шешімдерін жасыратын жері бейнеленген. По мне, это самые страшные какие-то очень грустные чувства, эмоции вызывает. Кости. Для меня это как, что по последним даже январским событиям, сколько ненайденных людей, трупов, которые до сих пор некоторые из них как безвестно пропавшие, либо те, кто убит, но многие не понесли виновные лица за это наказание. У меня вот такие эмоции вызывают. Очень страшная картина. Суретші картинада қаңтардың ЕММЖ қызметкерлерінің қалқандарымен қорғаған фотосуреттерін пайдаланған. Бұл бейне ресейлік оқ-дәрімен шарпылған матадағы осы тесіктер арқылы әдемі өрнектері бар жарқын түсті шығыс матасында бейнеленген тамаша еркін дала ашылады. Дегенмен, осы сюжетпен автор оқиғаларға сыни көзқарасын білдіреді. Онда қалқандар бостандық пен демократияны тежеу символына айналған. Мәскеуде ОКШО күштері шақырылған кездегі қаңтардың күрделі шындығына көзқарасы бейнеленген. Символизм ғой бұл енді. Тергеуге деген мағынада ма? Жоқ. Мұнда ең ортадағы мәселе символ қалқанша. Ал мына неде ОМОНның қалқандарында неде бар? Жатқан кезде сол әлемді не сол тесік арқылы көреді да. Осы жұмыстың аты степ, вид на степ через отверстие щитов деген. Көбі сол билікте еңбек етіп еді, қорғап жүрген адамдардың несі ограниченный көзқарасы. Алдымызда үтіктеу үстелі мен кәдімгі үтік болғанымен, бұл әдеттегі үтік ретінде қолдануға арналмаған. Оның рөлі күйдіру құралы. Біз трагедиядағы басты фигуранттың бірін көріп тұрмыз. Бұл үтік қасірет пен қатыгездіктің символы. Үтікпен осылай азаптау денені ғана емес, жанды да жоятын қорқыныш пен мойынсынудың қаруына айналды. Заманауи өнер әлемінде адам құқықтарының бұзылуын еске салатын аллегориялар жиі қолданылады. Мысалы, суретшілердің зорлық-зомбылық пен травматикалық жағдайларды бейнелейтін туындылары.
темір үтік экспозициясы Қазақстандағы адам құқықтарының бұзылуын жайында еске салуға арналған. Автор бұл образ арқылы мұндай азаптау мен қысым көрсету әрекеттерін айыптап, тоқтату керектігін басып көрсетуге тырысқан. Фотосуреттердің авторлары: Заңғар Омар, Алматы; Жанагүл Жүрсін, Ақтөбе; Дилара Иса, Шымкент; Нұртай Лаханұлы, Алматы; Жамиля Қасымхан, Қызылорда; Бауыржан Амангелді, Алматы; Жанна Дюсупова, Алматы; Нұрали Айтеленов, Алматы; Ықтияр Мырза, Тараз; Тоқмолда Құсайын, Алматы; Сәния Тойкен, Ақтау; Рауль Упоров, Орал. Бұл көрмеде менің жұмыстарым ілініп тұр. Мынау «Небо в дни января» Қызылордада үлкен плакат болған Назарбаевпен. Мынау 5 қаңтарда оны адамдар жыртып тастады. Эта экспозиция называется «Вертикальный горизонт». Видите, по направлению сверху вниз идет. Потому что Асхат, когда составлял из фотографий, присланных нам из разных городов, он говорил, что в Кантар поменялись ценности, поменялись взгляды многих людей, и горизонт, который должен быть горизонтальным, стал в Кантар как вертикальным, как нарушение основных прав и свобод, и также моральных ценностей. Біз осы аянышты күндерде құндылықтар жойылып, кейде өзінің бастапқы мәнін жоғалтқан күтпеген өзгерістерді көрдік. Қазіргі заман ортасында бір кездері үміт пен көмектің символы болған ақ халат тереңірек сұрақтардың ұйытқысына айналады. Мысалы, өмірге қызмет ететін және құтқаратын адамның идеалы кейде оларды қорғауға шақырылған адамдар өміріне қауіпті төндіретін жүйенің шындығына қарама-қайшы келеді. Ақ халатты мейірбике науқасты емдеуші дәрігерге тапсырып қана қоймайды, сонымен бірге таңғажайып белгісіздік пен тәуекелге бере алады, және сіздің өміріңізді жою үшін сізді алып кетуге келген полицейдің одақтасы бола алады. Бұл трансформация тамыры, терең құндылықтар қайта қаралып, сынақтарға түсетін біздің қоғамымыздың бейнесін көрсетеді. Неліктен өлгел жатқан адамды медициналық қағазында жағдайы қанағаттандыратын жағдайы деп жазып шығарған. Қанағатты жағдайда Да. Хотя человек уже был не ходячий. Қандай күш оны мәжбүрлепті? Неге ол соны айтпайды, неге шықпайды? Неге өзінің болашақ өзінің ұрпағының алдында шындықты, әділеттілікті айтпайды? Мәселе сонда ғой. Мне кажется, нам много еще предстоит узнать, когда заговорят медики. А они заговорят, потому что мы знаем... Да. А мы знаем, что сотрудники моргов тоже должны заговорить, потому что торговали телами. Погибших они 238. А адамдар іздейді, баласын іздейді, бір күн іздейді, 4-5-6 күн іздейді. Сосын 8 күні табады моргтан, 8 күні табады, оған айтады, бұны экспертиза жасатады, кезекке тұрасыз. 3 күн бола ма, 5 күн бола ма білмейміз. Ол айтады, жоқ, мені алып кетуге, мен жерлеуім керек. Мәйітті қорлауға болмайды дейді. Онда жарайды, келіссеңіз, біз сізге жазып береміз, жүрек талмасынан ауырды деп, өліп қалды деп. Ешқандай оқ түсті деп нетесіз. Алғаннан кейін, осы орап алған күйінде барасыз да, жер қойнына тапсырасыз. Оны ашпайсыз, оны жуындырмайсыз, мәйіттің бетін ашпайсыз. Соған келісіп, осы уақытта дейін тісінің жігін ашпай, қорқып жүрген адамдар бар. Бұлай жекпе-жек кездескенде сөзді сөйлеседі, айтады, бірақ атын жасырады, телефонын жасырады. Бала түсімізге көріп мазалайды дейді. Зар ереп қан жылап отыр. Болған ол жағдай. Ал соны ашық айтпай отыр. Бұл әлі қайда, бұл кішкентай ғана шеті ғана. Халқын қырған басшылар мазағы көп. Сені әкетті шоқтың ажалы кеп. Ұмытпайды сені елің, тағзым жасар. Елін сүйген бұл жастың мазары деп. Інім Руза Бабахан Жолбарысханұлы 2000 жылғы қазан айында туылған. Ол осы қаңтар оқиғасы кезінде 7 қаңтар күні үйдің ауласында, яғни двордың ЖК Нұрлы дала, соның маңында полиция деп қызметкерлері деп айтты. Сол кездегі әйелдердің айқайлап айтуынша, сол оқтың бірі тиіп, солардан атылған оқтың бірі тиіп, інімнің кеуде тұсынан, яғни жүрегінен артқы жағынан келіп, алдыңғы жағынан тиісіп өткен. Інім сол кезде сол жерде қайтыс болды, жазықсыз.
5 января 2022 года меня ранили, я была тяжело ранена. Вот ситуация у меня была очень нехорошая, но повезло, выжила. Сейчас я инвалид. Я до этого была совершенно здоровым человеком. Это даже может быть хорошо, что я стала инвалидом, я познала, в кавычках, все прелести жизни инвалидов Казахстана. Тараз қаласынан асығып осы жаққа келуге сонша асығып едім. Бір өзімше балам тірідей мені күтіп алатын сияқты болып еді. Бұл жақта да жансыз бейнесі, суреті. Жарым, бұл өмірде ешкімнен жамансыз өстіне бәрін алғысын алушы еді. Неге бұған осындай пешене жазылды екен деп мен таңғалдым. Қаншама ата-аналар көз жастарын төгіп осында балаларын көруге асығып келді. Бірақ бәрінде де жансыз бейнелерін көріп қайтамыз енді. Жатқан жері жайлы болсын, жұмақтан болсын орындары. Қандай қиын. Ошақбай Тоқтардың анасымын. Ұлым Ошақбай Тоқтар. Небәрі 20 жасында қайтыс болды. Келешегінен зор үміт үйретіп, бірақ қасақана адам қолынан қаза тапты. Емне алмасын, Гарифулин Алмас Еркінұлы 6 қаңтар күні қайтыс болды. Атып тастады. 2 жылдан асып кетті ғой. Ішкі жанды еді, бәрі тығылып жатыр. Ешқандай өзгеріс жоқ. Ешкім, кім атқанында, ұлымды кім атқанында білмеймін. 9 ай көтеріп, оны өсіргеннен кейін осылай болатын кім ойлаған? Бәрі өмірімнің бәрі, өмірдегі барлық мақсатының бәрі түкке жарамай осы жерде ат тастағаннан кейін бәрі қиылды ғой. 2 жыл болды. Жүгіріп жүрміз. Уже 13-й суд у меня, Верховный суд тоже статьяны алмайды. Видеоны қараңыздаршы. Қалай шабуыл жасады. Жердегі жатқан бір беліне оқ тиген раненый мальчик лежит и руками вот так поднимает, видео-то. Соған бара береді. Барады, тянет, там стреляет без конца, как Катюша сияқты. Ол даже оқтан да қорқып тұрған жоқ. Оған оның резиденцияның керегі де жоқ. Ана жердегі балаға жүгіріп бара береді. Сөйтсе 3 рет барса, 3 рет нападение дейді. Это не нападение. Барлық жерде жатыр. Ана қорғанғаннан щитті алғанда. Он не может вот этот мальчик оставить. Тастай алмайды. Әлі бара береді, бірақ оқ тимейді оған. Қасындағының бәрі құлап жатыр, оған тимейді. Он без конца туда ходит. Можно же было ары қарай кетіп қап. Пошли деп кету керек. Он не мог. Ана балаға жаны ашып. Балаға жаны ашып, әлі барады. Видеосын көрсең, прям душа болит. Сол бала үшін өліп қалады. Сонда мен судьядан айтып отырмын. Сонда біз қазақпыз. Сол қазақтың баласына көмектескен үшін статья ма? Көмектескен үшін террорист, что ли? Қазақстанда қандай Қазақстанда өмір сүріп жатырмыз? Не знаю. Мынандай Қазақстанда мне тяжело жить. Дышать тяжело. Мен ұлым Әлжанбаев Жеңісбек, 27 жасар. 1994 жылы 8 июньде туылған. Бірлер машинасында өзінің жеке көлігінде келе жатқан кезде дәл басынан атады. Аяусыз. 6 қаңтар күні. Біз 7 күні моргтен аламыз, 8 күні жерлейміз. Дело жабылды, бірақ атқан адамдар бізге тауып берген жоқ. Қазақстанда ешқандай шындық, әділдік жоқ. Біз 2 жыл болды күресіп келе жатқанымызға, бірақ бізге атқан адамдар тауып берген жоқ. Делоны совершенно секретно деп КМБ жауып тастады. Бізге атқан адамдар тауып берсін. Мен Қызылорда қаласынан келдім. Қаңтарда Омар Фархат Талғатұлы 1992 жылы. 5 январь күні, қаңтар күні сағат 16:22-де облыстық медициналық орталыққа жаңағы немен апарған балалар қайтыс болған күйінде, мына сол кездегі мына уақыты
сол больницада түскен уақыты 16-22-де уже баланы алып баратқан уақыты. Балаға оқ тигенде мына жүрек мына кеуде тұсынан тиіп, сол жақ бетінен шыққан балама. Енді осы кезде осы таңда баламды 3 станция өтіп тұр. 16-22-де қайтыс болған баламды сағат 7-де гаи қызметтерін атты деп сондай статья қойып отыр. Мен уже жоғары сотқа дейін бардым, бірақ баламды ақтай алмай келатырмын. Ендігі жерде мен баламның статьясын алып, жаңағы статус беруіне, бүкіл осы қантаршы боздақтарға статус беруін талап етемін. Енді осы балдарымызды бізді ақтап берсін үкімет. Және қайтқан балдардың атқан адамдарды бізге тауып беруін өтінеміз. Жауап берсін бізді. Біздің баламыз Арайлымның тұңғышы 30-ға жетпей орда бұзар шағында осындай жағдайға душар болды. Ретті қаңтар талайдың қабырғасын қайыстырып кетті. Енді алға қойған мақсаттары қарайған халыққа мен жалпыға көңіл айтам. Арайлым сәлем айтты, арнайы мені жіберіп отыр. Жалпы халқымыздың алға қойған мақсаттары орындалып, барлығы ақталып, жақсылыққа жетелесін. Келгеніме өкінбеймін. Өзіңізді көрдім, басқаларды көрдім. Ескертусіз қасақана оқ ату дейді. Міне үш адамның бейнесі: Тоқаев, Назарбаев, Путин. Бұл жерде міне қаңтар 2022 дейді. Өте жақсы ұйымдастырылған, мен ризамын. Ана жерде немен қинағанына дейін аяушылық. Аямай оқшын неткен жан азабы. Ана 30 жыл сүйреген скелеттегі сейфке жинағандығы туралы барлығы өте қатты әсер берді. Мұны тапталып жатқан адамның моргтағы мысалы үшін бұл да тапталған бейне деп ойлаймын мен. Бәрібір де тарихта қалады. Бір бала қайтыс болған жоқ, 2 бала қайтыс болған жоқ. Қазір тізім бойынша 238 деген жаймен көбейіп жатыр. Даже көбейіп жатыр, оны да естіп жатырмыз. Түбі шығады. Түбі осы балаларымыз батыр атағына ие болады. Түбінде тарихта қалады. Мынасы менің інім Бекен Мақсат. 99 жылы бар жоғы 22 жылы 22 жаста ғана еді. 22 жастағы бала. Бір үйдің жалғыз баласы, асыраушысы. Мінекей қаншама қиыншылықтан өттік. Олай да бұлай болды, мысалы, например. Бет әлпеті көрінбейді, ең соңында прокуратуралың бәрі. Сол кісі деп сұры білінбесе де осыған кінә жауып деламызды жауып тастады. Кешеден бері жан жақтан, бүткіл Қазақстан түпкір-түпкірінен ата-аналар келіп, бәріміздің балаларымыз осында күтіп отырғандай, бәріміз осында кеше бас қосып, осында балаларымызға келіп, Құранымызды оқытып, малымызды сойып, басымызды қосып кеше қоштасып кеттік. Бірақ та бүгін тағы келіп тұрмын. Өйткені мынау сұмдық, мына қаңтардың несін ұмыту мүмкін емес. Онына дейін күнде келе беремін осында. Ай, мақсатым ай. Байжанов Ержан, Жасақұлы 2000 жылы туылған, небәрі 21 жаста кісі қолынан қаза тауып кетті. Қасіретті қаңтардың кесірі шаңырағымсыз ортаға түсірді десек те болады. Шынымды айтсам, осы жерге келем дегенше аяғымда бір қанат байлаған сияқты, как будто менің балам осы жерде тұр. Мама, мен осындамын деп айтады, сәтті сезімде болып тұрдым. Тілегіміз қаңтар түбегейлі ақталсын. Өзін тұстар. Кешірші балам. Құтқара алмадым ғой, қолға ұстай алмадым ғой жаным. Болды деймін әзір, қой. Жаным. Жеңмеңіз. Sürekli arada sor. Gözüm yoksa.
все ана жерге қарап мен таңғалып жатырмын, соншама просто көргенде біреу екеулеп көресің да, мынандай количество көрмеген едім. Просто жап-жастар, жап-жастар просто не жатыр. Жап-жас темір жейтін азаматтардың бәрі кеткен, қырып тастаған. Вот он, как он дал эту команду, это первый человек, который открыто дал приказ уничтожать свой народ. И теперь хоть какие реформы, хоть что он когда будет говорить, он никогда от этого уже не отмоется. Теперь придет туда другой президент, он скажет, его, этот его приказ, он преступный. Он это однозначно скажет, это в любом случае дистанцироваться от него. Вот в части этого мы можем просто привести пример. Вот в Тбилиси, когда идут волнения, что там делают? Они берегут своих людей. Они говорят, если вы не согласны, они выходят и водометами их. Но это гуманный способ. У нас же пулями. И теперь вот смотрите, здесь сколько у нас людей погибших. Кто-нибудь за них понес наказание? Никто за них не понес наказание со стороны государственных органов. И вот эта выставка, она необходима именно для того, чтобы память казахов не была короткой. Не давайте забывать ужасы того, что сотворила наша власть с нашим народом. Это наша власть сделала это, не кто-то другой. Жұмыстан кейін келіп тұр қошке, естігеннен кейін. Өте керемет үлкен деңгейде, прямо мына дірілдеп кетеді екенсің, сезіп тұрасың кәдімгі. Еңбектердің барлығын қайта жөңнен өткізіп, мына экспонаттарды нелердің барлығын көріп, қайта толқын үстіне тура сол кезге келгенде болып тұрмын өзім. Қатты әсер алып, мынаны көз алдымнан барлығы мына жердегі кейбір адамдардың, осындай азапталған адамдардың көбісі өзіміздің таныс адамдар, кәдімгі кеше бірге иық тіресіп, бірге жүрген адамдар. Жанарында шындық әлі ашылады, шындыққа әлі көз жеткіземіз. Ұрпағымызға шындықты жеткізу біздің парызымыз. Эмоцияны это не передать словами. То, что на шырманың артындағы суреттердің барлығы енді қаңтар оқиғаны тура сол моментті алып келеді. Мына жақта атмосфера, ол қалай болған сияқты, енді сол жерде болғандай боласың. Барынша, енді айта алмаймын, барлық адам, суреттің барлығы маған қарап тұрғандай енді. Көрменің атмосферасын, осы 2 жыл бұрын болған қаңтар оқиғасының атмосферасын толықтай көз алдымызға елестетіп шықтық. Сол кезде мен Қызылорда қаласында болған. Қызылорда қаласының фотолары басқа да қалалардағы атмосфераның барлығын осы жерде сезіндім. Мына жердегі әрбір қойылған жұмыстың терең мағынасын сезініп, шынымды айтсам, мына жерден шыққым келмей тұр. Аурасы өте маған қатты ұнап тұр. Я считаю так, что граждане имеют право знать о том, что происходило в январе 2022 года. Эта выставка, она проливает свет так или иначе на ту трагедию, которая произошла, и на те факты, которые случились. Вот документация — это очень важно, что в общественности есть возможность прикоснуться к этой документации и составить свое впечатление, свое мнение о произошедших событиях. Страницы печальной нашей истории, но о них должны знать и должны видеть, и чтобы больше такие события не повторялись. В будущем, даже если будут какие-то конфликтные ситуации, власть будет находить в себе как-то силы и возможности и умения договариваться с народом в нормальном русле, без применения насилия и силы в отношении собственного же народа. Нет, я думаю, что никаких не может быть даже вопросов, нужна или нет такая выставка. Конечно, нужна. Неважно, сколько здесь экспонатов. Это символика. Любая символика – это память, и это история. И эти трагические события останутся в истории Казахстана, как остались события 1986 года, остались события 2011 года в Жанаузене. Эти трагические события с большим количеством погибших останутся в истории. И эта память бывает и вот такой трагической, и закрепляется в народной памяти. Вот еще и таким образом. Я очень впечатлена выставкой, она действительно пробирает до мурашек. И вот этот стенд в зале с фотографиями убитых, с орудиями пыток, он действительно мог бы быть символом, к сожалению, нашей коалиции против пыток. Таких выставок должно быть много, мы не должны забывать. Кіргеннен бастап, көріністердің бәрі адамның денесін дүршіктірер жағдай. Ең ауырлау болғаны маған мынау қара перденің ар жағындағы қайтыс болып кеткен
жас жігіттер, өзіңнен шыққан жау жаман ба деп ойға түсесің. Мына күн қайталанбасын, халқым. Бұл шындық беті ашылмайды. Ана 238 адам деген ол азғандай ғана тек қана. Оның қаншама бұдан да көп адам қайтыс болды. Одан кейін қаншама адамдар әлі азапталды. Қаншама адамдар жазықсыз сотталды. Бұл шындық әзір бұл жүйе тұрғанда ашылмайды. Себебі 2011 жылдың Жаңаөзенде болған осындай жағдай әлі ашылған жоқ. Себебі осы жүйе әлі жалғасып жатыр. Сол әрине керек, жалғасу керек. Бұдан да үлкен көлемде керек. Спасибо за то, что задокументировали, так скажем, да, вот это все в таком виде, напомнили. Потому что нам надо продолжать бороться за наши права, мирные исключительно, политической системы, общественной, чтобы более не повторялось. Когда ты сюда приходишь, и ты еще больше ощущаешь даже, чем даже тогда, когда там был, ну, то есть я там непосредственно была первые 2 дня, и когда ты это видишь еще более с разных сторон, и, ну, просто захватывает вот это и впечатление, и сам, ну, немножко даже, наверное, ужас чуть-чуть охватывает, когда ты понимаешь, а как еще было там за тем, что ты не видел. Самое главное, наверное, чтобы у нас никогда больше не повторилось. Что самая сильная часть это документальная, она хорошо выстроена, она очень сильно действует, несмотря на то, что она не хочет ни на кого действовать. То есть это довольно нейтральная инсталляция, которая говорит сама за себя просто. Там не нужны никакие комментарии, пояснения, и это сделано здорово совершенно. Я думаю, что эта выставка как раз и является вот этой мощной такой попыткой в нашем общественном сознании эту дату зацементировать. Я думаю, что в любом случае эти события, они и дальше будут в центре внимания как историков, политологов, представителей гражданского общества, чтобы они не повторялись. Именно не повторялись с точки зрения того правового беспредела, того насилия, которое было. Поэтому я хотел бы сказать, что такие выставки, они должны проходить каждый год именно для того, чтобы память сохранялась, чтобы напоминать, на самом деле, да. То есть, чтобы те жертвы, которые были, они не были напрасно не были забыты. Жақсы саяси жүйелер, батырлар қажет емес. Бұл анықтама бұрынғы кеңестік елдер үшін емес, Қазақстанға да қатысты емес. Авторитарлық билікпен, адал құқықтары мен бостандықтары үшін күресуде өз батырлары да, өз тұтқындары да пайда болады. Барлық қалаларда 2022 жылдың қаңтар оқиғалары кезінде біз қаңтардың көрнекті тұлғасына айналған ерлік пен батылдықтың рухы бар жалаулар мен митингшілерді көрдік. Бұл аңыздың бейнесі.